Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Сандуғаш Әбдіқұлқызы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма подписка жасап, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда түрлі ерекше десерттермен, рецепттермен бөлісетін боламын. Бүгін сіздермен ерекше нәзік, банан, карамель, крем бір-біріне үйлесім тапқан, сондай нәзік десерттердің бірін жасайтын боламыз. Бізге осындай печенье қажет болады. Ең бастысы дәмі өзіңізге ұнаған кез келген печеньені алсаңыздар болады. Печеньемізді алдымен жақсылап ұнтақтап алу қажет. Мен осылай пакетке салып, оқтаумен езіп алдым. Егер блендерлеріңіз болса, блендермен де жылдам езіп алуға болады. Бізге ең бастысы осындай майда ұнтақтар қажет. Міне дайын болған ұнтағымызға сары майымызды ертіп қосып аламыз. Жақсылап араластырып дайындайтын боламыз. Бізге осындай форма қажет болады. 20-22 диаметрге келтіріп аламыз. Өзіңіздегі бар дайын формаларды пайдалануға болады. Мен осындай кольцоны пайдаландым. Міне дайын болған ұнтағымызды осылай астына салып аламыз. Барлық ұнтақты тек астына салып та жасауға болады. Бірақ мен осылай аздаған ұнтақты қалдырып, осылай жандарын жасап шықтым. Міне осылай дайын болды. Енді осыған вареный изгушонканы салатын боламыз. Изгушонкамыздың жарты бөлігін астыңғы бөлігіне салып аламыз. Вареный изгушонкаларыңыз қою болатын болса, оны аздап ертіп алуға болады. Міне осылай жағып алдық. Енді осының үстіне банандарымызды кесіп салатын боламыз. Орташа қалыңдықта банандарымызды кесіп жайғастырамыз. Үстіне тағы да 1-2 қасық вареный изгушонканы салып, тағы да банандарды саламыз. Осылай маған ұқсап 2 қатар қылып салсаңыз да болады, немесе 1 қатар етіп те салуға болады. Қалған изгушонкамызды бетіне тегістеп жағып шығатын боламыз. Міне осылай шықты. Енді бетіне кремімізді дайындайтын боламыз. Салқын сливкиді осылай қою болғанша миксерлейміз. Сливки міндетті түрде салқын болу қажет. Қоюлана бастағанда сахарный пудрамызды салып, жақсылап миксерлейміз. Өзін ұстап тұратын осындай қою болып шығады. Арнайы қапшыққа, кондитерлік қапшыққа салып, өзіңіз қалағанша етіп осылай жасап алуға болады. Міне осылай шығады. Сондай нәзік десерттердің бірі.
жасап болған соң міндетті түрде холодильникке салып алған дұрыс. Енді бетін өздеріңіз қалағандай етіп әрлеуге болады. Үстіне посыпкаларды себуге, шоколадтарды құйып сәндесе, дәмі керемет болып үйлеседі. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма подписка жасап, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен Сандуғаш Әбдіқұлқызы.